Адамның санаулы ғана ғұмырында көптеп кездесетін, алдыңды жиі орап, сананы еліктіріп өзіне тартатын нәрсенің бірі құмар ойындары десек қателеспейміз. Құмар негізі арабша сөз, бірақ аятта құмар сөзі емес, майсир сөзі келтірілген. Бұл сөз жеңіл жолмен мал табу мағынасын білдіреді. Адам баласының көп жағдайларда құмар ойындарына құмарта отырып, өзінің өзгелерге зияны тиіп жатқанын білмей қалатыны өкінішті. Құмар ойындарын тоқтатуға бола ма? Одан қалай құтылуға болады? Тілшіміз осындай жолға түсіп жатқан адамды тауып, осымен сұхбаттасқан болатын. Бірге көрейік. Құмарлық деген бір ит бар, жаныңа жаушын ит бар, алдартыңа қаратпас, рахымы жоқ тым ит бар. Шәкәрім Құдайбердіұлы құмарлық жайлы осылай жырлаған. Бірақ ол кезде құмарлық пен қазіргіні салыстыруға келмес. Қазіргі құмарлық қалтаңды қағып түсер ойын автоматтары, букмекерлік ойындар. Сағы сынып, құрбан болғаны қаншама. Ермекте құмар ойынның құрбаны болғандардың бірі. Оның бұған қызығушылығы мектеп жасынан-ақ басталған. Ата-анасынан алған ақшаны букмекерлік кеңселерге салады. Мұны әке-шешесі сезбеген. Алғаш 100 000 теңгеге жуық ұтысқа ие болған ол қармаққа қалай ілінгенін білмей қалғанын айтады. Тіпті құмар ойын үшін үйдегі заттарды сатуға дейін барған. Сататын бұйым қалмағасын көрінгеннен қарыз алып белшесінен батқан. Қазіргі мойнындағы қарызы 25 миллион теңгеден асып жығылады. Жарты жылда жұмыс істедім, бірақ сол жұмыс істегенім олай қалай айтуға. Жұмыс істегенде айлық алғанда мен сол айлықты бәрін жұмсадым сол жаққа. И көп жұмыс істей алмадым, өйткені бір жақта жұмыс істегенде бір компанияға кіресің ғой, коллективке. Сол коллективтің ішінде бір 2-3 айдан кейін уже қарыздарым болады. Сондықтан бір нақты жұмыста көп жұмыс істей алмайсың. Психолог мамандардың сөзінше ойынға деген құмарлық біртіндеп пайда болады екен. Ауру деп атауға да болады. Көбі бұл қадамды мол ақшаға кенелемін деген үмітпен жасайды. Алайда құмарлықтың кесірі өзіне де, өзгеге де тигенін сезбей қалады. Ол ауру жастан дамайды, ол үлкен 50-ден асып жатқан адамдар бар, бірақ олар көбінесе бізге келмейді. 30-ға дейін болса, онда көбінесе әке-шешесі, ата-анасы келеді. Олардың енді мотивация деп айтады ғой, жазылуға мотивациясы аздау болады. Негізі ата-анасы келген кезде, бірақ көбінесе өз бетімен келген адамдардың енді үміті жазылып кетуге көбірек болады. Жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, қазір Қазақстанда құмар ойындарына қызығатындардың саны біршама азайған. Бірақ сау ақылды сал қылған кеселден құтылудың жолы тым ұзақ сияқты. Әлі біраз тер төгуге тура келеді. Әрине, қазір заңсыз ашылған ойын клубтары жабылып, лотерея атына жамылған ойын автоматтарының көзі жойылуда. Дегенмен оның қанша адамның өмірін улағаны бізге беймәлім. Бастысы бәрі ермек сияқты дер кезінде қапастан шығудың жолын тапса дейміз. Сенім болса, шешілмейтін түйін жоқ. Осы аурумен, құмарлық аурумен ауырып жатқан адамдарға ол ақша ешқандай бақыт әкелмейді. Жеңген ақша ешқандай пайда бермейді. Ер кезінде тоқтау керек. Бір қарағанда ешбір зияны жоқ. Еріккеннің ермегі сияқты көрінетін ойын автоматтары құмарлықты оятып, нағыз ойыншылыққа бастайтын алғашқы баспалдақ. Дер кезінде тоқтамаса, саналы азаматтың санасы уланып, арылуы қиын дертке шалдығуы оп-оңай. Маржан Нүсіпбек, Дастан Әлішев, арнайы Қайырлы таң үшін.